сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Жас маманның зергері атты подкастымыздың екінші шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Чокатова Меруерт Муслимовна. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бұл біздің бағдарламамыз жас мамандарға көмек ретінде құрылған, яғни бұл жерде біз жас мамандардың сұрақтарына жауап іздейтін боламыз. Оларды ойландыратын, толғандыратын сұрақтарын сіздерге қою арқылы өздеріне түртіп алатын жерлері болады. Жақсы, тамаша. Ең алғаш, кешіріңіз сөзіңізді бөлсем, енді өзіңізді бірінші таныстыра өтсеңіз, өзіміздің көрермендерге. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Енді мен өзімді таныстыра кететін болсам, мен Чокатова Меруерт Муслимқызы, 30 жылдық еңбек өтілі бар, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Біліктілік санатында айтсам, педагог зерттеушімін. Жақсы, өзіңіз таныстырып өттіңіз. Қысқаша енді бір-екі сұрақ келіп түсті біздің жас мамандардан. Ең алғаш жас маман осы қандай дағдыларды қалыптастыру керек өздерінің бойларында? Қалай ойлайсыз? Жақсы сұрақ. Ең алғаш енді жас маман ең бірінші мына құжаттармен дұрыс жұмыс істей алу керек. Негізгі құжаттың бірі бұл журнал. Журналды дұрыс жүргізу, сабақ жоспарын құра білуі, бағаларды нақты, негізге сүйене отырып қою, үй тапсырмасын нақты дәл бере білуі қажет. Сонымен қатар жас маман білім KZ, мысалы білім ленд, күнделік KZ, iTest, білім класс сияқты электронды жүйелермен жақсы жұмыс істей алғаны абзал. Сонымен қатар әрине жас маман сабақты дұрыс жоспарлай білуі, мына оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығара алуы, сонымен қатар сабаққа мысалы смарт мақсат қоя білуі өте маңызды болып табылады. Сонымен қатар әрине бұл сыныппен жұмыс істейтін болғандықтан жас маман сыпайы, бірақ та нақты, дәл қарым-қатынас құра білуі қажет. Жақсы. Керек жерлерді түртіп аласыздар деген ойдамын. Бұл кісі күшті, құнды ақпараттар айтты. Ал енді екінші сұрағымыз, білім беру стандарттары мен құжат жұмыстарын жүргізуде қандай кеңес бересіз? Енді бұл орайда мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарын зерттеу қажет, және де әр сыныптың сағат санын, мақсатын, нәтижеге жету жолдарын білу керек. Сонымен қатар жас маман күнтізбелік тақырыптық жоспарды жақсы меңгеріп, сол арқылы қысқа мерзімді жоспарды жасай алу қажет. Жақсы, себебі қысқа мерзімді жоспар әр мұғалімнің ол басты құжаты, қағазы, сабақ берудегі ең маңызды құжаттардың бірі осы қымыжы, бізде. Әр сабақ қымыжысыз бізде өтпейді. Ол педагог шебер болсын, педагог кез келген санаттағы ұстазға да ол міндетті, ал жас маманға әсіресе. Өйткені осы қысқа мерзімді жоспарда оқу мақсаты бар ғой, оқу мақсатының ол өзгертілмейтіндігін, ол нақты белгіленеді оқу бағдарламасында. Содан кейін бар өзі, содан оқу мақсатынан сабақ мақсатын құрай алу қажет. Сол сабақ мақсаты арқылы оқушыларға тапсырмаларды соған байланысты жасайды. Әрине, оның өзі көптеген ізденісті, білімді қажет етеді. Жас маман үшін сабақ мақсатына жету біраз қиындық тудыруы мүмкін. Жаңа бастап, жаңа бітіріп келген студенттер бар, енді жағына жас маман болып жатқан, оларға да қиындық соғуы мүмкін. Солта жаңа айтып отырмын ғой, ізденістің, білімнің, оқып үйренудің арқасында келеді бұл. Сонда нәтижеге жететін болады. Жақсы, рахмет. Енді негізі жас мамандарды не шабыттандырады деп ойлайсыз осы орайда? Мысалы, сабақ мақсаты, қымыжы бір шабытты келсе ғана, енді оны не шабыттандырып отырады әрдайым? Енді мен айтар едім, жас маманды ғана емес, жалпы ұстазды деп айтайықшы. Сол шабыттандыратын бұл әрине оқушының жетістігі. Енді оқушының жетістігі деген ол мұғалімнің іс тәжірибесі арқылы жаңағы келеді ғой. Содан нәтижені көру, содан шабыт алады ұстаз.
Онан кейін барып мысалы жаңа қазіргі заманда жаңа технологияларды пайдаланып, соларды үйреніп, сол арқылы нәтижеге жететін болса, ол да жаңағы ұстазға мотивация береді, шабыт береді. Сонымен қатар әрине ұстазды шабыттандыратын дүние бұл өзінің кәсіби өсуі. Кәсіби өсіп, жаңағы өзі түрлі осы ұстаздық жолында әдіс тәсілдерді меңгеретін болса, сол арқылы нәтижеге жететін болса, оны мысалы әріптестері арасында болсын тарата алатын болса, міне бұл да жаңағы жетістікке жеткізеді және де ұстазды шабыттандырады. Сонымен қатар енді ұстазды шабыттандыратын дүние бұл әрине адам өзі жалғыз жүрмейді ғой, бұл әріптестермен жұмыста болады. Сол әріптестермен бірге ортақ келісімге келе алатын болса, жаңағыдей тәжірибелерін тарата алатын болса, көмек көрсете алатын болса, ол да шабыттандырады. Дұрыс қарым-қатынас әріптестермен. Сонан кейін әрине жаңа ұстаз жүрген жерде оқушы бар, білім алушы бар. Осы оқушылардың рахмет, сіздің сабағыңыз қызықты өтті, мен тақырыпты жақсы түсіндім деген бір ауыз сөздерінің өзі ұстазды шабыттандырып отыратыны анық. Сонымен қатар егер де ұстаз ұлттық құндылықтарды, мысалы тілді меңгертіп жатқанын, мәдениетті меңгертіп, өзінің миссиясын жақсы дұрыс орындап жатқанын сезінетін болса, бұл да әрине үлкен қанат білдіреді. Жақсы, шабыттану үшін оқушының бітіріп жаңағы шабыт береді ғой. Оқушының жетістігі әрдайым шабыттандырады, себебі өзімде бір мәз болып, қанша мысалы сізде тәжірибесі бар мұғалімдердің өзі оқушының жетістігіне қуанып, бір шаттанып, шабыт алады деген ойдамын. Енді келесі сұрағымыз, жас мамандарға беретін кеңесіңіз, ақыл сөзіңіз бір болса. Жақсы, тамаша сұрақ. Енді жас мамандар бірден бәрін білем деп ойламас екен деп ойлаймын. Бірақ та әрине көп нәрсені білуге ұмтылып, соған ашық болғаны дұрыс. Және де өмірлікті жаңа ұстанымы ретінде Абай атамыздың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деген сөзін сынар едім. Жақсы. Енді құрметті көрермендер, жас мамандар осы Меруерт Муслимованың айтқан ақыл кеңестеріне құлақ түрейік, тыңдайық, өздеріңізге керек жері болса түртіп алыңыздар. Жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет сізге уақытыңызды бөліп, осылай сұхбатымызға келіскеніңізге. Жақсы, Данара, өзіңе де осы сұхбатқа шақырғанға көп рахмет айтамын. Енді біз жас мамандармен іс тәжірибемізбен бөлісуге әрдайым дайынбыз. Өздеріңе де шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Осымен екінші шығарылымымыз аяқталды. Сау болыңыздар.